текеулеп шымырлатқан денені. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің біртұтастығы мен егемендігін бейнелейтін ажырағысыз атрибуттардың бірі. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Бұл рәміздер еліміздің бүгіні, ертеңі мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі. Мемлекеттік рәміздер мемлекет негізінің мызғымас бір бөлігі. Елін, жерін сүюде отанға деген адалдықтың бір белгісі мемлекет рәміздерінің қадір тұту болып табылады. Государственные символы – это наше национальное достояние, источник глубокого уважения к истории страны, государственному языку, культуре и традиции. Именно они объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества. Рәміздерді құрметтеу әрбір азаматтың міндеті. Ол өзінің мемлекетіне деген құрметін білдіреді. Бұл жас ұрпақты отанға деген сүйіспеншілікке, еліміздің болашағына сеніммен қарауға тәрбиелейді. Рәміздерге мақтанышпен қараймын, үш рәмізді бақытыма балаймын. Ту, әнұран, елтаңбасы бар елді, әлемдегі бақытты ел деп санаймын. Сіздерді 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Туымыз биікте, елтаңбамыз айқын, әнұранымыз асқақ болсын. Отанға деген сүйіспеншілік рәміздерді құрметтеуден басталады.